Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге Каз бренд арнасы. Бүгін біз талқылайтын мәселе танымал адамдардың біртүрлі және қызықты әрекеттері. Сонымен біз бастаймыз. Оноро де Бальзак, француз жазушысы. Түнде шығарма жазуға отырғанда қасына кофе қоймаса бастамайтын болған. Жылдар өте келе жазушының кофеге тәуелділігі артып, бірінен соң бірін ішіп, 48 сағатқа дейін тоқтаусыз жазатын дәрежеге жетті. Шамадан тыс ішілген кофе жүрегін шыдатпай, жазушының өмірін жалмап тынды. Альберт Эйнштейн. Осындай ол адам ешқашан шұлық кимеген бұрын соңды естіп пе едіңіз? Ол үшін шұлықтың ешқандай қажеті болмаған. Ал ресми шараларға баратын болса, шұлық кимегені көрінбес үшін ұзын етіктер киген. Александр Македонский. Есте сақтау қабілеті өте жақсы болған, яғни феноменалды болған. Мысалы, ол әскер құрамындағы әр жауынгер есімін жатқа білген. Бұл шамамен 30 мың адамның есімі. Гитлер. Адамдардың алақанына қарауды ұнатқан. Ол тіпті танымал тұлғалардың алақандарының табы басылған кітапты құнды жәдігер ретінде ұлықтап өтіпті. Әлгі оқулықпен жете таныстығы сол, өз алақанының ұлы Фридрихтің қолтаңбасына әсіре ұқсайтынын мақтанышпен қайталап жүрген. Тағы бір қызық жайт, Ресей патшасы 1 Петр ауыратын тістерін өз қолымен жұлып отырған. Даңқты ертекші Ганс Христиан Андерсен өзінің жазғандарын баспаға тапсыру үшін әріптік қателерін тексеретін 2 қызметші ұстаған. Қате көп болғандықтан кітаптан түскен табысының жартысын сол 2 қызметшіге беріп отырыпты. Чарльз Диккенс. Ағылшын тілді ең атақты жазушы. Чарльз Диккенстің кітаптары бұл күнде шаң басып жатпағанына олық кепілдік береміз. Сондай атақты адамның өте қызықты әдеті болған екен. Қандай дейсіздер ғой? Ол мәйітхананы ұнатқан. Қызық. Мені мәйітханаға тартып тұратын бір күш бар, деп жазады Диккенс. Чарльз өзі барған барлық қаланың мәйітханасын аралап шыққан. Жай ғана аралап шықпай, жазушы онда бірнеше сағаттап қайтыс болғандардың денесіне үңіліп отыратын болған. Ол бұл сезімін жиіркенішті нәрсеге тартылыс деп баяндайды. Жазушының тағы бір дағдысы, әр жазған 50 қатар мәтіннен соң ыстық суды ұрттап отырған екен. Осымен біздің бүгінгі бейне ролигіміз де өз соңына жетті. Егер видео ұнаса лайк басып, каналға тіркелулеріңізді сұраймыз. Қош, сау болыңыздар.